Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен Лонгрич компаниясының арықтату өнімін пайдаланғалы бүгін 4-ші күн салмақ тастап жатырмын. Сіздермен бөлісетін болам. Енді біз қалай пайдаланамыз, қалай ішеміз деген кісілерге бұл тірі бактерия. Бұны 3 мезгіл тамақтың алдында жарты сағат бұрын 3 мезгіл қолданасыздар. Таңертең тұра сап осыны пайдаланасыздар, тіліңіздің астына саласыздар. Су комната температурасында су ішсеңіздер де болады, бірақ ыстықты ұнатпайды. Ыстық су ішпейміз. Одан кейін НАТО өнімін тұтынасыздар. Бұл қан айналысын жақсартады, қандағы холестеринді, қандағы жабыспақтықта, қандағы шлактар тазалайды, организмді реттейді, қан басымға да, және де бүйрек, белсіздік, әйел бәріне қолдана беруге болады. Қан қоюлықты жақсартады, қан қоюлықпен жұмыс жасайды. Бұны 2 мезгіл, таңертең кеш 2 мезгіл тұтынасыздар. Енді мынау бізде соя бұршағының порошогы, бұл витаминдер топтамасы. Бұны мен тамақ орнында ішіп жүрмін. Бұны енді көп адамдар не қылады, тек қана арықтату үшін деп ойлайды. Бұл арықтату үшін емес, иммунитетті көтеру үшін де қолдануға болады. Балаларға да беруге болады. Потому что бұның құрамында адам организміне керекті күнделікті витаминдер бар, дозадағы витаминдер бар. Мен мынаны тамақ орнында ішіп жүрмін. Таңертең 2 пакетін езіп ішіп алам, 80 градустық суға. Түсте жаңа мынадан ішіп болғаннан кейін, жарты сағат өткеннен кейін тағы 2-ін ішем, кешкі 2-ін ішем. 3 күнде салмақ 3,5 килограммдай салмақ тастап жатырмын. Өте керемет қыздар. Егер салмақ тастау үшін ішетін болсаңыздар, осылай ішесіздер. Егер иммунитетті көтеру үшін маған салмақ тастаудың керегі жоқ десеңіздер, күнделікті тамақтың алды артында іше берсеңіздер болады. Тамаққа қосып іше берсеңіздер болады. Балаларға берсеңіздер де болады. Балалардың иммунитетін есте сақтау қабілетін жақсартады. Өте көптеген ролдары бар.